Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар және көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз жай бөлшектерді қосу және азайту. Осыған дейінгі тақырыптарымызда біз жай бөлшектерді қысқарттық, бұрыс бөлшектерді аралас санға айналдырдық, аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырдық. Енді бүгін жай бөлшектерді қосу, азайту. Бірінші ережесімен танысып алайық. Мысалға, кез келген бөлшегіміз мынадай түрде берілсін. А-дан Б деп алайын. Қосу немесе азайту бәрібір. С-дан Д деп алайық. Егіздік ережесі бойынша екі бөлшекті қосқанда немесе азайтқанда, мысалы бөлшектің бөлімдерін назарда аударуымыз керек. Мысалы бөлшектің С-ны толықтырғыш көбейткіш қылып мына жерге жіберемін. А-ны толықтырғыш көбейткіш қылып екінші бөлшекке жіберемін. Бұл толықтырғыш көбейткіштің қызметі не дейтін болсақ, мына С мен В-ны көбейтеміз, В-С болады, А мен С-ны көбейтеміз. Яғни байқап отырсаңыздар, мына толықтырғыш көбейткіштегі С деп тұрған әріпті алдына да бөлімде жеке-жеке көбейттім. Қосу, сосын А мен Д-ны көбейтемін, Д-А деп қояйын, және А-ны С-ға көбейтемін, А-С деп қояйын. Енді бізде жай бөлшектерді қосу және азайту үшін бізге ең негізгісі бөлімдері бірдей болу керек қой. Сол кезде екі бөлшекті қосып азайтуға болады. Түсінесіздер ме? Мысал ретінде сандармен алайын енді. 9-дан 2 қосу 9-дан 5 болсын. Егер бөлімдері бірдей болса, онда міне ұзын бөлшек саяқ 9 жазып қоямын. Егер бөлімдері бірдей болса, сол 9-ның біреуін ғана жазамын да, алымдағы екі санды қоса қоямын. 2 қосу 5 деп. Онда 9-дан 7 болады. Тағы да біреу 8-ден 3, 8-ден мысалға 1 деп тұрса. Не, бөлімдері бірдей ғой. 8 жазып қоямын, алымдағы сандарды қосуды алып, енді азайтуға қояқшы. Мына жер азайту болсын. 3-ден 1 ала қоямын. 3 азайту 1 деймін, ол 8-ден 2. Біздің қысқарту амалын жүргізсек, алдында үйрендік онда. 2-ді жұпсан 2-ге бөлінеді. 2-ні 2-ге бөлсем 1, 8-ді 2-ге бөлсем 4. Жауап 4-тен 1. Бөлімдері бірдей болса, оңайды. Алымдарын қосса қосамыз, азайт десе азайта қоямыз. Енді оқушыларда көбісі проблема бөлімдері әртүрлі болған кезде. Сондай варианттарды қарайық. Мысалға 8-ден 5 азайту, мысалға 5-тен 1 болсын ал. Мынадай кезде міне, мына ережені қолданамыз. Осы ережеге сүйенсек, мысалға бірінші бөлшектің бөлімдегі 8 аламын да, екінші бөлшекке толықтырғыш көбейткіш қылып жіберемін. Дәл сол сияқты, мына екінші бөлшектің бөлімдегі 5 аламын да, мына жаққа 5 қылып бүйтіп жіберемін. Толықтырғыш көбейткіш қылып. Сосын жайттық қой міне. Мына 5-ті, толықтырғыш көбейткіштегі 5-ті алдына да бөлімде жеке-жеке көбейтемін. 5-ті 5-ке көбейтсем 25, 5-ті 8-ге көбейтсем 40. Минус 8-ді 1-ге көбейтем 8, 8-ді 5-ге көбейтем 40. Міне көрдік қой, сонда бөлшектің бөлімдері бірдей болды да бізде. Ал бөлшектің бөлімдері бірдей болса, жаңа ереже бойынша 40-ты жазып қоямын да, 25-тен 8-ді азайта қоямын. 17. Сонда жауабы 40-тан 17. Міне сонда бөлімдер әртүрлі болса, осылай жасап қоямыз. Тағы да біреуін көрейік. Мысалға 11-ден 8 қосылған 44-тен 23 болсын. Енді мысалға үлкен сан болса, қиындау да, мысалы 44-ті апарып мына жаққа жазып, 11-ді алып мына жаққа жазып, толықтырғыш көбейтіп. Олай да жасауға болады, бірақ соңында артық жұмыс ретінде тағы қысқарту жасайсыздар да. Сондықтан қолдан келсе, негізі ең кіші ортақ есептің тақырыпты өттік алдыңғы сабақта. Сонда 11 мен 44-тің ортақ есеп қылуымыз керек, яғни ортақ бөлімде сөйлейміз алдағы. Бөлімдерін ортақ қылуымыз керек та. Мысалға 11-ді еселей берсек, бір уақытта 44 болады, дұрыс па? Мысалы 11-ді 4-ке көбейтсем 44 шығады оны. Екінші бөлшектің бөлімі 44 болып тұр осыда. 11-ді 4-ке көбейтсем 44 болады.
Сонда екінші бөлшекке дым жасамай, тек бірінші бөлшекпен ғана амал орындадым да. Сонда міне 8 4-ке өтсем 32, мынау 44 плюс 44-тен 23. Бөлімдер бірдей болды ғой. Енді қосуға болады. Жерін түсіндік қоя, сонымен осындай бөлімдерін бірдей қылатын варианттарды іздейсіздер ғой. Немесе жаңағыдай мен ереже бойынша да жасауға болады. Бірінші бөлшектің толықтауыш көйші 44 беріп, екінші бөлшекке толықтауыш көйші 11 беріп. Бірақ сандар үлкейді да бұл жерде бір жаман жері. Олай да шығару болады, ол да қате емес пе. Сонда жауабы 44-тен 55 бола ма? Екеуі 11-ге қысқартсақ 4-тен 5. Келесі 12-ден 5 азайту 4-тен 1 міне. Енді бұл жерде дәл жаңағыдай бөлімдерін бірдей алуымыз керек. Онда мысалы бөліміне қарасақ, мына жақта 12 деп тұр екен, мына жағында 4 деп тұр бөлімдері. Жалпы айттым, бөлімдерін ортақ қылу үшін ең кіші ортақ есебін табу керек. Алдыңғы тақырыпта мысалға 2y деп таптық қой. 2y 12 мен 4 деп. 12 мен 4-ті жіктесек, мысалға 12 деген ол 3 көбейту 2 көбейту 2. 4 деген 2 көбейту 2. Міне екеуінде ортақтары, міне 2, 2-ның екеуі бар екеуінде де. Бірдей болып тұрғасын, екеуінде аламын ғой. Негізі үлкенін алуым керек еді ғой. Сосын ұқсамайтындарды жазып қоятын едім. Сонда 2y 12 болады екен. Міне осылай есептеуге де болады. Немесе екінші вариант, мысалға екі ортақ бөлімдерін қарайсызда, ең кішкентайын аласыз. Мысалы 12 және 4 деп тұр ғой. Ең кішкентайы 4 мысалы. Соны 4-ті жайлап еселей бересіз. Мысалы 2-ге көбейтесіз 8, 3-ге көбейтесіз 12 ғой. Міне біріншіден тап болдым. Ұқсады, 12-де 12 шықты міне. Сосын 12 нешеге өткенде шықты, мысалы 4 3-ге өткенде шықты ғой. 3-ті бүйтіп жазып қоясыз былай. Енді варианттар көп, немесе бірден тауып алады. Мысалы 4-ті нешеге өткенде 12 болады деп сөйтіп іздеуге болады. Кімге қай әдіс ыңғайлы? Түсінікті болса, ары қарай онда сол жаңағыдай 12-ден 5 бірінші бөлшекке сонда дымда жасаған жоқпын көресіз. Тек екінші бөлшекке толықтауыш көйші ғана жаздым. Өйткені екінші бөлшекті бірінші бөлшекке ұқсаттым да мен. Сондықтан екінші бөлшекті ғана өзгертіп отырмын. 3-ті 4-ке өтем 12, мынау 3 болады. Сонда жауабы бөлімдері бірдей болғасын, алымдарын азайта қоямын. 12-ден 2 қысқартсақ 6-дан 1. Енді жай бөлшекті натурал сандары қосып көрейік және азайтып көрейік. Ондай кезде қалай болады екен? Егер міне 9 натурал сан ғой, 9 деген және 5-тен 3. Бұл бөлшек сан. Екеуін қосатын болса, жай ғана 9,5-тен 3 деп айта қоясыз. Өйткені алдында айттым ғой, аралас санда мысалға бүтін бөлік пен бөлшек бөліктің арасында қосу деген таңба болады деп, міне соған. Бірақ сол қосуды жазбай кетуге болады. Сонда 9,5-тен 3 деп қоямыз. Сонда қосу амал түсіп қалады ортасында. Ал азайту болса, онда былай шығарамыз. Мына 9 деген санды 1-ден 9 қылып өзгертуге болады ғой. Өйткені мына бөлшектің сызығы ол бөлуді білдіреді. 9-ды 1-ге бөлсем, мына 9-ым шығады. Яғни ештеңе өзгерген жоқ менде. 9-дан 5-тен 3 азайттым не? 1-ден 9-дан 5-тен 3 азайттым не? Екеуі бір мағынада. Сосын бағанағы ереже бойынша, міне қоршауда тұрған ереже бойынша, мына 5-ті толықтауыш көйші қылып мындай жіберем, мына 1-ді толықтауыш көйші қылып мындай жіберем. 1-ді жазбаса да болады негізі. Түсінікті болсын жаза берейік. Сонда мынау толықтауыш көйші 5-ті 9-ға өтсем 45, 5-ті 1-ге өтсем 5, 1-ге өткенде ештеңе өзгермейді, солай қалады. Бөлімдер міне бірдей болды. Яғни 5-тен 45-тен 3 алсам 42. Оны енді бұрыс бөлшек болып тұр, аралас санға айналдырып қояйық. 42-ның ішінде неше 5 бар? 8 5 қояйық. 8 5-ін 40. 40-тан 42-ге 2 сан жетпей тұр. Яғни 8,5-тен 2 болады екен. Жауабы. Міне жай бөлшектерді қосу және азайту деген тақырып. Қысқаша ғана осылай түсіндірсек болады. Назарларыңызға рахмет.